Сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін мен сіздермен бірге тауық етін маринаттап, әдемілеп, сәндеп дастарханымызға ұсынатын боламыз. Ол үшін тауық етін жақсылап жуып, тазалап аламыз. Сосын соус жасайтын боламыз. Соусымызға сарымсағымызды майдалап турап аламыз да, үстіне соя соусын құйып жақсылап араластырамыз. Оның үстіне қалаған дәмдеуіштерімізді қосамыз. Паприка саламыз, кептірілген аскөк, майонез, кетчуп, сұйық май, тұз салып, жақсылап араластырамыз. Достар, рецептерім ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария бөлімінде өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Біздің соусымыз дайын болды. Енді тауық етін видеода көріп тұрғандай пышақпен осылай тіліп шығамыз. Себебі ортасына соусымыз жақсылап сіңуі үшін. Сосын қолымызбен жақсылап араластырамыз да, үстіне тағамдық пленканы жауып 2 сағатқа қалдырамыз. Маринатталған тауығымызды 1 сағаттай духовкада пісіріп аламыз. Қалауларыңызға қарай пісуге 15-20 минут қалғанда картошка салып жіберсеңіздер де болады. Міне осындай сочный, әдемі, дәмді тауық еттері дайын болды. Маринатталған тауығымызды салат жапырақтарымен сәндеп дастарханымызға ұсынамыз.